Сәлем достар, бүгін біз творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін ұнға сармайды жақсылап мұжып, араластырып, крошка жасаймыз. Сармаймыз бөлме температурасында болған дұрыс. Крошка жасадық. Енді бұның үстіне қант салып, 200 грамм қаймақ, 2 жұмыртқаның сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, бір қамырларды біріктіретін боламыз. Қолымызбен біріктіріп, ортаға жинап, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп, екіге бөлікке бөліп, бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне қамырымызды болдық. Енді творогқа 2 жұмыртқаның ағын және қантты қосып, жақсылап езіп тұрып араластыратын боламыз. Егерде блендерларыңыз болатын болса, блендермен де араластырып алсаңыздар өте жақсы болады. Майдаланып тұрып араласады. Мінекей мен жақсылап араластырдым. Біздің творог дайын. Енді жаңа қамырларымызды тоңазытқыштан алып, жақсылап жайып аламыз. Шамалы жұқалау қылып жайған дұрыс. Прям жұқа емес, бірақ қазір табаға жайғастыратын боламыз бұны. Табамызға жақсылап жайғастырып алдық. Начинкамызды, творогымызды салып, бір тегіс қып жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Бір тегіс қып жайып алдық начинканы. Енді жаңағы екінші қамырымызды алып, оны да жайып аламыз. Оны да шамалы жұқалау жаямыз. Себебі біз бетін осы қамырмен жабатын боламыз. Мінекей жайып болдық. Енді қамырымызды осылай бір тегіс барынша бірдей болуға кесуге тырысып жатырмын. Осылайнан кесіп аламыз. Бір келкі қылып, бетінің әдемі болып пісіп, әдемі болып шығу үшін.
Біз болдық, қамырымыздың барлығын кесіп, енді жаңағы бетіне творог салынған табаны алып, әдемілеп ұзынша етіп қамырымызды жайғастырып шығамыз. Осылайынан бір қатар қойып аламыз. Енді арасынан біреуден алып, осылайынан әдемілеп қойып, өріп шығамыз. Сол кезде өте әдемі болып көрінетін болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте жұмсақ, әдемі болып шығатын пирог. Жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Осылай бірінен кейін бірін қойып шыға береміз. Мінекей біз жақсылап оюлап алдық. Енді жаңағы 2 жұмыртқаның ағын біз қамырға қостық қой. Содан қалған 2 сарыны осылай пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Әдемі болып қызарып шығу үшін жағатын боламыз. Қамырымыз осы жердің өзінде әдемі болып тұр. градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әдемі болып қызарғанша. Мінекей біз пісіріп және шамалы суытып алдық. Өте әдемі болып шықты, қызыл, керемет болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.